Сәлем баршаңызға. Қуырған балықтарыңыз оңай, дәмді әрі тез дайын болғанын қалайсыз ба? Онда менің каналымнан алыстамаңыз. Мен сізбен ерекше рецептпен бөліспекшімін. Балықтарымызды жақсылап осылайша кесіп, алдын ала тұз сеуіп, шетке алып қоямыз. Енді балықтарға соус дайындаймыз. Оның үшін жаздың күні жауып қойған банкідегі ачига болса, соны бір кесеге салып, оның үстіне майда етіп ұсақтап туралған укроп, петрушка, кашниш жапырақтарын майда етіп турап саламыз. Оның үстіне сарымсақ, пияздарды үккіштің майда жағымен өткіземіз. Осылайша шығарып аламыз. Бес-алты дана сарымсақ, пияз жеткілікті. Менің балығым бұл жердегі толстолоб балығы. Толстолоб балығы өте дәмді, әрі дәмі де басқаша болады. Басқа балықтарға қарағанда өздеріңіздің қалауларыңыз, сүйіп жейтін балықтарыңызды қуыра берсеңіздер болады. Міне сарымсағымызды да үккіштен өткізіп алдық. Енді жақсылап араластырып, оны шетке алып қоямыз. Міне майымыз да қызды. Дайын тұрған балықтарды ұнға малып аламыз. Осылай майымыз қатты қызып тұру керек. Сол кезде балықтарымыз қып-қызыл болып, әдемі болып шығады. Міне ұнға малып алған балықтарымызды салып қуыруды бастаймыз. Майды шілей көп құймаймыз. Осындай көлемде құйсаңыз жетеді. Енді қып-қызыл болып арғы жетіп піскен кезде аударып, осылай қатты үстінен бассаңыздар, ішіндегі сулары шығып, тұзы да әдемі сіңіп, қып-қызыл болып, тез-тез піседі балықтарыңыз. Міне балығымыз да пісті. Енді алдын ала дайындап қойған соусты ыстық күйінде осылай жағып шығамыз. Барлық жерлеріне тигізіп, осындай әдемі етіп жағып шығамыз. Ыстық күйінде жағу керек. Суып қалғаннан кейін дәмі басқаша болып, ерекше болып шықпай қалады. Балықтың ішіне де сіңбей қалады соусымыз. Сондықтан ыстық күйінде жағып алыңыздар. Бұл балықтың түрі отбасыңыздың барлығына ұнауы сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер менің тәсіліммен. Сіздерге де ас болсын, каналымнан алыстамаңыз. Алда әлі оңай, әрі тез, қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар.